Дәрумендерге, минералдарға, антиоксиданттарға бай өте пайдалы сусын жасаймыз. Бізге керегі сәбіз, асқабақ, зімбір, лимон, апельсин және қызылша. Қабығын ашып, блендерден өткізу үшін майдалап тураймыз. Кейін араластырып, аздап су құйып, қалыптарға орналастырамыз да мұздатқышқа қатырамыз. Сәбіз бета-каротиннің арқасында көруді жақсартады, терінің және иммундық жүйені қалпына келтіреді, холестеринді төмендетеді. Ал асқабақ ас қорытуды жақсартады. Зімбір болса, қабынуға қарсы антиоксидантты әсері бар, метаболизмді жылдамдатады, суық тиюдің алдын алады, қандағы қант деңгейін төмендетсе, С дәрумені бар, лимон мен апельсин ағзаның детоксикациясына ықпал етеді, жүрек тамыр жүйесін жақсартады, қабынуды азайтады, теріні ылғалдандырады және нәрлейді. Ал қызылша болса, қанды көбейтеді, бауырдың жұмысын жақсартады. Осындай орасан зор жеміс-жидектерден қосылған пайдасы бар табиғи сусынды бірге ішейік, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын. Дәрумендерге, минералдарға, антиоксиданттарға бай өте пайдалы сусын жасаймыз. Бізге керегі сәбіз, асқабақ, зімбір, лимон, апельсин және қызылша. Қабығын ашып, блендерден өткізу үшін майдалап тураймыз. Кейін араластырып, аздап су құйып, қалыптарға орналастырамыз да мұздатқышқа қатырамыз. Сәбіз бета-каротиннің арқасында көруді жақсартады, терінің және иммундық жүйені қалпына келтіреді, холестеринді төмендетеді. Ал асқабақ ас қорытуды жақсартады. Зімбір болса, қабынуға қарсы антиоксидантты әсері бар, метаболизмді жылдамдатады, суық тиюдің алдын алады, қандағы қант деңгейін төмендетсе, С дәрумені бар, лимон мен апельсин ағзаның детоксикациясына ықпал етеді, жүрек тамыр жүйесін жақсартады, қабынуды азайтады, теріні ылғалдандырады және нәрлейді. Ал қызылша болса, қанды көбейтеді, бауырдың жұмысын жақсартады. Осындай орасан зор жеміс-жидектерден қосылған пайдасы бар табиғи сусынды бірге ішейік, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын.